Сәлеметсіздер ме, студенттер? Машиналар мен жабдықтар пәнінен сабағымыздың тақырыбы ағаш өңдеу машиналары. Сабағымыздың мақсаты ағаш өңдеуге арналған қазіргі заманғы технологиялық машиналарды, олардың құрылымы және қолданылуын түсіндіру. Сабағымызда келесі бағалау критерийлері бойынша жұмыс жасайтын боласыздар. Яғни ағаш өңдеу машиналарының атқаратын қызметін сипаттайсыздар, фрезерлеу станоктарын жұмыс істеу технологиясын түсіндіресіздер, ағаш өңдеу машиналары мен станоктардың атауын ағылшын тілінде айтатын боласыздар. Сабағымыздың соңында келесі нәтижеге қол жеткізетін боласыздар. Ендеше студенттер, экрандағы термин сөздерге назар аударыңыздар. Бүгінгі сабағымызда мына көрсетілген станоктар бойынша танысатын боламыз. Яғни ағылшынша атаулары әмбебап станоктар, universal machine, көлденең қиюға арналған машина, grinding machine, лобзикті машина, трапезидal machine, рейсмусты станок, рейсмус machine tool, аралау станогы, sewing machines, rounds, токарлық станок, ләти машин, фрезерлік станок, милинг машин, сүргілеу станогы, яғни планингі, фугабл машин. Студенттер, яғни осы термин сөздерге қатысты бізде Quizlet қосымшасы арқылы сіздерге тапсырма берілген. Сол қосымшадағы 5 тапсырманы орындауларыңыз қажет. Бізде ең әуелі әмбебап станокпен таныс болайық. Яғни әмбебап станок дегеніміз бұл негізгі функциялары жоспарлау және аралау қызметін атқарады. Көбінесе бұл станокпен үстелді жасайды және сонымен қатар негізгі саласы өндіріс, соның ішінде жиһаз жасау өндірісі болып келеді. Келесі станок көлденең кесу аралау станогы, яғни бұл станокпенен біз материалдарды, бұйымдарды дайындау үшін қолданамыз. Сонымен қатар бұл станокты шартты түрде 3 түрге бөлуге болады. Яғни біріншіден маятник типті бүйір білдектер, екіншісі консольды кескіш станоктар, үшіншісі араның төменгі орналасуы бар кесу машиналары. Сонымен қатар студенттер, бізде лобзикті станок, яғни бұның негізгі ерекшеліктері кез келген басқа ағаш өңдеу машиналарының көмегімен алуға болмайтын, өте таза, түзу немесе бұйра кесектерді жасау мүмкіндіктері болып табылады. Сонымен қатар бізде рейсмусты станокпен берілген өлшемдерге сәйкес ағаш тақталарды, қалқандарды, жолақтарды тегіс жоспарлау мақсатында қолданылады. Яғни бұл станоктың бізде 2 түрі бар, бір жақты және 2 жақты деп аталынады. Содан кейін ленталы станок. Ленталы ара станогы бұл негізгі функциясы тік немесе қисық ағаш кесуге арналған. Ол, яғни кішігірім ағаш ұсталарында, сонымен қатар жиһаз және модельдік өндірістерінде қолданылады. Яғни бұл станокты біз тісті және тіссіз деп 2 түрге бөлеміз. Аралау станогы келесіде. Аралау станогы ағаш және ағаштан жасалған дайындамалардың негізінен бойлық бағытта кесу үшін қолданылатын станоктың түрі болып табылады. Содан кейін бізде токарлық станок. Яғни бұл токарлық станоктың көмегімен біз цилиндрлік конустық пішінді дайындамаларды жасауға, тесіктерді бұрғылауға, күрделі профильдерді тегістеуге, жіптерді кесуге және басқа да ұқсас жұмыстарды жасауға арнаймыз. Сонымен бірге бізде сүргілеу станоктарда жүріледі, яғни олар алдын ала кесілгеннен кейін кез келген ағашты өңдеуде адамның негізгі көмекші құралы болып саналады. Яғни бұл сүргілеу станоктары ол жаңағы бланкілерге қажетті пішін менен өлшемдерді бере алатын негізгі станок болып саналады. Бізде ең соңғы станок фрезерлік станок. Бұл фрезерлік станок сенс фрезерлік станогы деп аталынады. Бұл қажетті еңбек өнімділігі мен материалдарды өңдеудің тамаша сапасын қамтамасыз етуге қабілетті жоғарғы технологиялық заманауи жабдық болып саналады. Ендеше студенттер, осы ауқымы кең фрезерлік станоктың атқаратын қызметі, мүмкіндіктері туралы қысқаша тоқталып өтетін болсақ,
Сенс фрезерлік станогы. Яғни бұл сенс фрезерлік станогының бағдарламалық жасақтамасы графикалық файлдардан векторлық кескінділерді өңдейді, оларды микросатылы қозғалтқыштардың жұмысын басқаратын G-кодтарда аударады. Осылайша белгілі бір бөлікті жасау үшін, мысалы AutoCAD немесе CorelDRAW сияқты компьютерлік бағдарламаның графикалық редакторында оны салу қажет болады. Әзірленген бағдарламаны машинаның жедел жадына орналасқаннан кейін оператор технологиялық тапсырма мен өңделетін материалға сәйкес қажетті режимдер мен параметрлерді алдын ала таңдап жұмысты бастай алады. Жоғарғы жылдамдықпен айнала отырып, олар материалдарды сенс операторының бақылауымен берілген бағдарламаға сәйкес кесу, бұрғылау және нақыштау арқылы өңдейді. Жұмыс құралының орналасуына байланысты фрезерлеу көлденең немесе тік болуы мүмкін. Әр түрлі диірмендерді қолдана отырып, күрделі бөлшектерді кез келген бұрышта фрезерлеуге мүмкіндік беретін осындай әмбебап машиналар кеңінен қолданылады. Цанкқа бекітілген кескіш өңделетін материалмен тікелей байланысты болып, негізгі элемент болып табылады. Цанкқа бекітілген кескіш өңделетін материалменен тікелей байланыста болатын негізгі элемент болып табылады. Оған бекітілген диірмені бар цанкқа диірменнің айналуын қамтамасыз ететін шпинделге орнатылады. Өз кезегінде диірмені бар шпиндел жылжымалы арқалыққа порталға орнатылады. Ол шпиндел мен диірменді жұмыс үстелінде бекітілген өңделген материалдардың үстінен 3 координатарлық осьте жылжытылады. Порталды жылжыту, сондай-ақ шпинделді портал арқылы жылжыту 3 микро қозғалтқышты қамтамасыз етеді. Портал қозғалтқыштар және шпиндел фрезерлік станоктың механикалық бөлігі болып табылады. Әрбір қозғалтқыш портал мен шпинделді берілген бағдарлама өз өсі бойынша жылжытуды қамтамасыз етеді. Сенс фрезерлік станоктарының басқару станциялары жабдықтың электронды бөлігі болып табылады және машинамен бірге жеткізіледі. Сандық бағдарламалық басқару белгілі бір материалдарды өңдеудің күрделі технологиялық процестерін автоматтандыруға мүмкіндік береді. Сенс машинасы жұмыс барысында оператордан күрделі әрекеттерді қажет етпейді. Машина өңдеу процесі басталғанға дейін оған енгізілген бағдарлама бойынша жұмыс істейді. Бағдарламаны енгізуді оператор станокты қол режимінде басқаруға арналған пультте жүзеге асырады. Төтенше жағдайларда қашықтан басқару құралы машинаны өшіру үшін қолданылады. Яғни машинаның жұмысы туралы барлық ағымдағы ақпарат технологиялық операциялардың орындалуын көзбен бақылайтын оператор тақтасында көрсетіледі. Сенс фрезерлік станоктар бұл қажетті еңбек өнімділігі мен материалдарды өңдеудің тамаша сапасын қамтамасыз етуге қабілетті жоғарғы технологиялық заманауи жабдық болып табылады. Ендеше студенттер, бүгінгі сабағымызға қатысты қысқаша материалдар осылай. Студенттер, осымен сабағымыз аяқталды. Экранда көрсетілген сілтемелер бойынша тапсырмаларды орындап, Platonus платформасына жүктеулеріңіз қажет. Экранда көрсетілген рефлексия бойынша өз кері байланыстарыңызды WhatsApp-тағы чатқа жіберулеріңізді сұраймын. Сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.